Қазақта бір жақсы сөз бар еді. Өзен жағалағанның өзегі талмайды дейді. Шынымен де өзеннің жағасындағы мына шөп жайқалып тұр, жайнап тұр, көктеп, гүлдеп тұр, ғажап боп тұр. Көрсең көзің тояды, жап-жасыл боп тұр. Сол шөптің арасында келе жатып, көзіме түскеннен кейін әдейі арнайы түсіріп, әлеуметтік желіге салып қояйын. Естелік боп тұрсын, естен кетпейтін естелік болсын. Келесі жылы осы уақытта, осы шөптің осы жерде қалай болған әлеуметтік желіден көріп, келесі жылғы өсіп жетілетін шөппенен салыстырып қарап отырармыз. Міне өзеннің жағасы осы. Бұл өзеннің жағасынан қаншама адамдар кеп өзіне керегін алады. Біреулер кеп балығын аулап алып жатады. Біреулер кеп шөбін шауып алып жатады. Әркім әр нәрсені өзінің керегіне жаратады. Осы нығметтің барлығын адамзатқа беріп қойған Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Құдай тағалаға мыңда бір алғыс болсын. Өзеннің жағасындағы жайқалып өсіп тұрған көк шөп. Ал бұл қарт тарихты бойына сақтап жатқан есіл өзені. Есіл ағады, есіл аққанда есіп ағады дейді ғой. Сол осы есіл.